Телемедицина. Медициналық көмектің жаңа стандарты. Енді медицина адамдарға одан сайын қолжетімді бола түсті. Таныс болыңыздар, бұл Әлихан. Бүгін ол мектепте профилактикалық тексеруден өтіп жатыр. Мектептің медицина қызметкері бойын, салмағын, тамыр соғысын, қандағы оттегінің деңгейін заманауи цифрлық құрылғылармен тексереді. Жасына қарай электрокардиограмма жасалып, педиатр мен стоматологтың қарауынан өтеді. Бұрын мұндай мәліметтердің бәрі қағаз құжаттарда сақталатын. Енді барлық нәтиже бір тұтас цифрлық денсаулық картасына енгізіледі. Дәрігер тек бір анықтаманы емес, баланың денсаулығының толық тарихын көреді. Көрсеткіштердің уақыт өте қалай өзгергенін бақылай алады. Егер қандайда бір қауіп анықталса, бала үшін бірден қосымша тексеру мен бақылау жоспары жасалады. Бұл туралы ата-анасына да хабарлама жіберіледі. Ал бұл Алмат. Ол облыс орталығынан шалғайдағы ауылда тұрады. Бұрын бейінді маманың қабылдауына бару үшін қалаға жол жүруге тура келетін. Бұл уақытпен қосымша шығынды талап ететін. Енді қажетті көмек ауылдың өзінде көрсетіледі. Жергілікті медицина пунктінде қан қысымы, тамыр соғысы өлшеніп, цифрлық құрылғымен электрокардиограмма түсіріледі. Барлық мәлімет облыстық телемедицина орталығына жіберіледі. Байланысқа кардиолог шығып, бейне байланыс арқылы науқастың көрсеткіштері мен шағымдарын қарап, жағдайын бағалап, ем тағайындайды. Көп жағдайда қалаға барудың қажеті болмайды. Ал күрделі жағдайларда облыстық және республикалық деңгейдегі мамандар қосылады. Осылайша медициналық көмек ауылдық медицина пунктінен бастап, еліміздің жетекші клиникаларына дейін бір жүйе арқылы көрсетіледі. Бір тұтас цифрлық жүйе бүкіл ел үшін. Қашықтыққа қарамастан сапалы медициналық көмек әрбір адамға қолжетімді.